Бұл сабақта мен сіздерге қалай криптовалюта сатып алу керек екенін көрсететін боламын. Яғни биткоин болсын, эфириум болсын, пепе болсын, доги болсын, кез келген монетаны қалай сатып алу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін міне актив деген бөлімге өтеміз. Алдыңғы сабақта біз ақшаны толтырып қойған болатынбыз, иә. Енді қараңыздар, біздің ақшамыз қайда түсті? Осы финансирование дегенге түсті. Біз бұл ақшаны енді единый торговляға ауыстыруымыз керек. Ол үшін біз перевод дегенді басамыз. Яғни біз басқа да криптовалюталарды сатып алу үшін ұзақ мерзімге единый торговляда тұру керек ақшамыз. Енді барлық ақшаны өткізу керек болса макс деп басасыз, болмаса бүйтіп например 50 USDT деген сияқты жазсаңыздар болады. Мысалы мен 80 USDT өткізгім келеді. Все, подтвердить дейміз. Все, 1 секундта бізде қарасаңыз, міне финансированияда $14 қалды, а единый торговляда $80 өткіздім, иә. Енді мен сол $80 қазір сатып алатын болам. Торговать деген бөлімге өтемін. Торговать деген бөлімге өткен кезде осы жерде төбесінде ең бірінші қарайсыздар, мына жерде екі бөлім бар. Futures деген бөлім бар, және де spot деген бөлім бар. Осы спотқа кіресіздер. Спотқа кіргеннен кейін мына жерде рыночный баса саласыз. Және де мына жерде ең маңызды нәрсе пара таңдаймыз, яғни валютный пара. Қандай монетаны сатып аламыз, иә? Биткоин сатып аламыз ба, эфириум сатып аламыз ба, доги сатып аламыз ба, иә? Осының үстінен басамыз. Басқаннан кейін біз мына жерге, например, биткоин сатып алатын болсақ, BTC деп жазамыз. Мысалы, биткоин USDT деп тұр, иә? Бірінші міне USDT деген таңдайсыздар, міндетті түрде. USDT емес сіздерде. Яғни сіздер теңгеңізді USDT-ға ауыстырдыңыздар. USDT деген бұл стейблкоин, яғни бұл USDT-мен біз кез келген монетаны сатып алуға болады. Сондықтан да біздің ақшамыз USDT-да сақталады, яғни долларда сақталады деген сияқты. Доллардың электронды түрі ғой, былайша айтқанда. Осы биткоинді USDT-ға ауыстырамыз. Ауыстырғаннан кейін осы жерде міне рыночный, и одан кейін мына жерде объем ордер деген, мысалға қанша долларға сатып алғыңыз келеді. Мысалға $10 сатып алсаңыз да болады. Бірақ ең бастысы $10 бастап сатып алады екенбіз. Яғни $15 болсын, $5 бірақ сатып ала алмаймыз, десе де $10-15. Мысалы $15 сатып алуға болады. Осы жерде просто купить дегенді басамыз. Купить биткоин. И все, бізде получается міне 65 USDT қалды, яғни 15 USDT-ға мен дәл қазір биткоин сатып алдым, иә. Дәл осылайынан сіздер не істейсіздер, сатып алады екенсіздер. Енді биткоин емес, басқа монетаны сатып алып көрсетейін. Мысалға кез келген монета, біз атын айтамыз сол бойынша. Мысалға доги, иә. Міне доги USDT деп тұр, иә. Доги USDT. Осыны басасыздар. Бұны да, например, $10 сатып алсаңыздар болады екен, иә. $10 бүйтіп басасыздар. Купить дейсіздер, болды, сатып ала бересіздер. Немесе то же самое $15 деген сияқты. Міне қарасаңыздар, міне $10 деп жазамыз. И купить деп басамыз. Иә. Купить доги деп басамыз, болды. Яғни біз $10 сатып алдық. Енді активі деген бөлімге кіретін болсақ, астында біз сатып алған монеталар, яғни доги коин тұр, астында биткоин, иә. Ортасында USDT, ол тұра береді. Енді қарасаңыздар, міне капитал деген астында $9 біз 59 доги сатып алған екенбіз. Яғни PNL бізде пока что 0.05 USDT көрсетіп тұр, иә, минус көрсетіп тұр. Бұйырса осы өскеннен кейін сіздерге осы жерде пайдаларыңызды көрсетіп тұратын болады капитал деген кезде. ROI деген жерде процентін көрсетеді. Биткоинда то же самое. Енді қараңыздар, бұлындай монеталарды сіздер сатып алғаннан кейін 3-4 жыл кемі ұстау керек боласыздар. Яғни 3-4 жыл ұстамасаңыздар, сізге қатты бір көп пайда алып келмейді. Мысалға бір 50 есе өсуі мүмкін шамадан да. Мысалға осы $10 сатып алғанымыз 50 есе өссе, ол $5000 деген сияқты. Бірақ 3-4 жылда ол өсуі мүмкін, яғни оның өзінде де. Өспей қалса, тіпті ол да болмауы мүмкін, бір 5 есе өсуі мүмкін, яғни $10 $500 болуы мүмкін деген сияқты да, 50 емес. Биткоинда то же самое. И кез келген монета то же самое. Ол өте қатты өсіп кету деген бір 1000-нан бірі да, немесе 100-ден бірі деп айтуға болады.
сіз соған тура келіп қалуыңыз керек негізінде. Былайынша да өседі, бірақ мысалға өте жоғары деңгейге емес. 5 есе 10 есе өсуі мүмкін максимум көп жағдайда. Ал 50-100 есе 200 есе өсу деген ол өте былайша айтқанда мыңның немесе миллионның біреуі деп айтуға болады. Жалпы бұл ұзақ мерзімді табыстардың түрі. Егер сіздер криптовалютадан күнделікті прям табыс тауып отырғыларыңыз келсе, онда осы видеоны соңына дейін қарай беріңіз. Қазір мен сіздерге оны да толық түсіндіріп өтетін боламын. Қараңыз, мынау биткоиннің графигі қарапайым ғана. Міне биткоин графигі түсіп жатыр, мынау живой график, өсіп жатыр, түсіп жатыр деген сияқты. Мен жалпы стратегия жасағам. Ол стратегия тек қана осы биткоинға ғана жарайды. Осы биткоиннің түсіп көтерілгеннен, яғни біз түскеннен де пайда табамыз, көтерілгеннен де пайда табамыз. Екі жақтан да пайда табамыз, рисксіз. Мен сіздерге көп созбай өзімнің статистикамды бір көрсетіп жіберейін. Қараңыз, мынау менің 2 айда тапқан табысым. Жалпы менің оқушыларым табысында тіпті шекте жоқ. Мына жерде кіріп қарасаңыздар болады. Мына актуальныйларды қарасаңыздар, міне табыстар деп тұр, осының ішіне кіріп қарасаңыздар, міне тек қана мынау оқушылардың табыстары. Енді өздеріңіз асықпай көре жатасыздар. Міне қарасаңыздар, $500 дейді, 300 жалпы осылайынан түсе берген. Шек жоқ, прям мына жерде айтуға келмейді. Және де міне методика бойынша да былай көрсеткен, табыстарында прям шек жоқ. Дәл осындай тек қана біздің стратегия рисксіз тек қана табыс табылып отыратын болады. Мына жерде офлайндарды түсіріп отқанымыз жалпы. Одан бөлек те мен инстаграмма асты жағына түсіп қарайтын болсаңыздар, мен 10 күн бойы офлайн тегін сабақ жинап алып, осындай бір үлкен коттеджде өткізген болатынмын. Осы коттеджде біз толықтай адамдарға табыс тапқызған болатынбыз. Міне қарасаңыздар, $200 дейді жалпы. Өздеріңіз толықтай осы жерлердің барлығын қарап шықсаңыздар болады. Мен 10 күн бойы адамдардың барлығын осылай жинап алып өткізген болатынмын. Яғни соңғы 10-шы күні барып, әркім өз отзывын айтып, яғни өз еріктерімен ақшаларын бізге төлеп кеткен болатын. Яғни біз сондай да форматпен, яғни студенттерге оқытқан болатынбыз. Яғни осы жерде де біздерге сеніп келген адамдардың барлығы бізден табыс тауып рахметін айтып кеткен болатын. Яғни бұл деген сөз біздің стратегия идеальный жұмыс жасап тұр деген сөз. Яғни достар, көрген шығарсыздар, біздің стратегия жалпы өте ерекше жұмыс жасайды. Біздің стратегияда ешқандай риск жоқ. Бір сөзбен айтқанда, яғни рисксіз тек қана күнделікті сізге табыс алып келіп отырады. Біздің стратегияда хеджирование басқа да дүниелер бар. Усреднение деген сияқты жасалатын жерінде ғана жасалады, бірақ толыққанды емес. Біз толыққанды оны қолданбаймыз. Өзіміздің методика, өзіміздің алгоритмдер бар. Сол арқылы біз ешқандай да минусқа кетпей, кез келген уақытта ликвидацияны ұзартып жақындата аламыз. Цена входаны жақындата аламыз кез келген уақытта. Яғни сондай дүниелерді жасайтын біздің инструменттеріміз бар. Одан бөлек біз қай точка входа, яғни нақты қай жерден өседі, қай жерден түседі, примерно 90% жобалайтын өзіміздің методикамыз бар. Сол методика арқылы біз ешқандай анализ жасамай, тупо сол математикалық формула арқылы біз тупо қолданып, былайша айтқанда күнделікті өзіміздің табысымызды тауып жатырмыз. Яғни көріп шықтыңыздар, осы видеодан кейін тағы менің инстаграмды барып көріп, сол жаққа тіркеліп алсаңыздар болады барлықтарыңыз. Яғни сол жақта менің қаншама оқушыларым барлығы сол жақта табыстарын тапқан. Яғни бұл шынайы жұмыс істейтін кәдімгідей стратегия. Егер сіздердің іштеріңізде бір қандай да бір күмән, басқа да дүние болса, мен Астанада қаласынан боламын. Сол жерге келсеңіздер болады. Сол жерге келіп, офлайн келіп, келсеңіздер көз алдарыңызда прям дәлелдеп, сол жерде қалай табыс тауып жатырмыз, қалай болып жатыр, қалай табыс табасыз, не үшін минусқа кетпейсіз, барлығын тщательно түсіндіріп беретін боламын толыққан. Яғни сіз де табыс таба аласыз. Ол үшін не керек сізге? Қолыңызда қарапайым телефон болса жеткілікті, және де оборотыңыз болу керек. Сразу айтайын, жоқ дегенде 500 мың теңгедей оборотыңызда ақша болу керек. Онсыз біздің стратегияда пайда жоқ. $100, $200 мен жасап көруге болады, бірақ бізден шыны керек, енді ол ақылы курста үйретеміз оны. Ақылы болғандықтан ол жерде сіз $100 мен ермек қылып отырудың қажеті жоқ. Біз ақылы қылғаннан кейін сол ақылы курсымыз арзысын деген ниетпен біз 500 мың теңгеден бастап адам ақшасы бар адамдарды ғана қабылдаймыз. Не үшін? Өйткені біз биткоинді дұрыс алып, дұрыс сатуымыз керек. Сол себепті де, яғни сіздерде оборотта ақша болу керек.
иә, соны алып сату үшін. Соны алып сатқан кезде ғана сіздер не істейсіздер, сол жерден күнделікті пайдаларыңызды көреді екенсіздер. Ең бастысы біздің стратегияда риск жоқ, минусқа сіздерді кетірмейді. Яғни, пожалуйста, келсеңіздер болады, бізге хабарласыңыздар, біздің инстаграм парақшамыз міне осы көрсетіп кетемін, осыған міндетті түрде хабарласып жазсаңыздар болады. Тіркеліп бақылап жүрсеңіздер болады. 1 ай, 5-6 ай, 10 жыл без проблема. Біздің стратегия еще тез бітіп қалатын дүние емес, ол біздің стратегия былайша айтқанда жұмыс жасай беретін стратегия. Бұл стратегия менің өзімнің авторский стратегиям. Мына жерде міне скриндарын қалдырып кетемін. Бұл менің өзімнің жеке өзім авторский стратегиям, яғни заң жүзінде қорғалған авторский правам, иә. Жалпы өзім, жеке өзім шығарған. Бұл стратегия шетелде, әлемде тіпті еш жерде жоқ. Яғни жеке өзім ғана жасаған. Яғни басқа жерлерде Smart Money, СНР, басқа деген стратегиялар бар. Олардың барлығында анализ жасайды, басқа да дүниелер жасайды. Анализ деген достар болжам жасайтын нәрсе. Болжам деген не? Ертеңгі күні мынандай болады ау деген дүние, егер болмай қалса, бүкіл ақшаңыз күйді деген сөз. Бізде ондай болжам ешқандай нәрсе керек емес. Ертеңгі күні қандай ситуация болса да, бізді сол ситуациядан шығарып алатын стратегиямыз бар. Сол ситуацияда тұрып та пайда табатын, яғни кез келген ситуациясында биткоинді алып сатып жатқан кезде кез келген ситуациясында пайда тауып беретін біздің стратегиямыз бар. Сондықтан да бізге смело келсеңіздер болады. Яғни бұндай бұрын соңды болмаған. Көп трейдерлар айтады, ол анализ жасамаса мүмкін емес деген сияқты. Бірақ біз жасадық, қазірден бастап, енді шыны керек мүмкін. Біз оны осы бір жылдан почти асты осы стратегияны сатып келе жатқанымызға, иә. Сондықтан да келіп любой уақытта көріп кетсеңіздер болады. Бір сөзбен айтқанда, біздің стратегиямызға жететін, былайша айтқанда, әлемде стратегия жоқ деп 100% айта аламын. Сондықтан да так что инстаграмға жазыңыздар, хабарласыңыздар, егер обороттарыңыз болса, без проблема келіңіздер. Біз сіздерді қалағандай табысқа жеткізе аламыз деген ойдамын. Жалпы табыстың проценттерін сразу айтып кетейін. Біз 50% пен 150%-ке дейін табыс таба аламыз жалпы. 50% дегеніміз, жалпы сізде 1 миллион оборотпен келсеңіз, ол 500 мың теңге жобасында. Жоқ дегенде 400-500 мың теңге. Ал егер нормальный, средний немесе одан көп бір кей уақыттарда тауып қалсаңыз, онда 1 миллион теңгенің үстіне таза 1 миллион теңге немесе одан да көп табыс тауып қалуыңыз мүмкін. Мынау тұрған артыңыздағы графиктің арқасында, иә. Осы графиктің каждый жүрісінен біз не істейміз? Пайда тауып отырады екенбіз. Егер сізде нақты табыс тапқыңыз келетін болса, реально, реально табыс табуды іздеп жүрген болсаңыз, онда жазыңыздар. Әрбір импостағандарға ұрына бермей, жазыңыздар. Мен бұны бір каждый деталіне мән беріп, осы стратегияны өзім қаншама практикадан өткізіп, былайша айтқанда жасаған дүнием бұл менің. Сондықтан да спокойно келіп көрсеңіздер болады. Даже 30 жылдан бері айналысып жүрген трейдер болсаңыз да келіп көрсеңіз болады. Без проблема. Любойыңызға кез келген уақытта, кез келген жерде мен дәлелдеп көрсетіп бере аламын. Өйткені неге 30 жыл трейдермен айналыссаңыз да, сіз өзіңіз анализ жасап, өзіңіздің тактикаларыңызды, өзіңіз мүмкін мүлдем басқаша стратегия жасап істеген шығарсыз, бірақ менікіндей стратегияны сіз өміріңізде әлі көрмегенсіз. Неге? Өйткені оны мен шығардым, және де бұл менікі еш жерде ұқсас емес. Бірақ қазірдің өзінде, қазір негізі хеджерінде басқа деген сияқты стратегиялар бір-екі жерде шығып жатыр. Десе де, олардың өзі менен оқып кеткендер кезінде. Дәл менікі деп айтпаймын, бірақ менікіне ұқсас. Өйткені менікін сата алмайды, өйткені менде авторский право бар. Сондықтан да, егер сізге ақша табыс тапқыңыз келетін болса, реально оборотыңыз ақша болатын болса, онда өтіңіздер. Инстаграмға жазыңыздар, біз сізге ақылы түрде бөлісетін боламыз. Курс қалай өтеді, қай жерде өтеді, барлығын айтып түсіндіретін боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.